Ел ішінде де, парламентте де талай дау болған атышулы сақтандыру жүйесі өз жұмысын әрі қарай жалғастыра береді. Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарованың айтуынша, қазақстандықтар бүгінде 4250 теңгеге медициналық көмекке толығымен қол жеткізіп отыр. Әйтсе де, мәмс жүйесінде кемшіліктер әлі де жеткілікті екенін министрдің өзі де мойындайды. Әрине, әлі де проблема бар, жоқ деп барлығын жоққа шығара алмаймыз. Енді бұл жерде шұғыл көрсетілетін медициналық қызметпенен жоспарлы түрде көрсетілетін қызметтің түрлерін айтып кету керек. Сонымен қатар жаңа өзіңіз айтып кеткенде кезек күтетін. Шын мәнінде де, мысалы, ортопедия өзіңіз айтып кеткен оталарды жасау, бұл кезекшілік әлі де сақталуда. 6 ай, 9 айға дейін кезекшілік сақталатын жағдай. Оның ішінде осы жылдың аяғында осындай тенденция өкінішке орай бар. Бұрын жүйеде қызметтердің жартысынан астамы қолмен тіркелетін болса, маусымда енгізілген автоматты жүйе олқылықтың 97%-на дейін өз анықтайды. Соның арқасында осыған дейін көп шу болған жалған деректер мәселесі су бетіне шыға келген. Запущено автоматически. Пилоттық жоба іске қосылған кезде 848 медициналық ұйымнан жалған мәлімет енгізу деректері анықталды. Ал былтыр мұндай ұйымдар небәрі 58 ғана болатын. Демек, олар цифрлық бақылауда болмаған. Сонымен қатар 43 ұйымда жалған мәліметтердің көлемі 200 айлық есептік көрсеткіштен асып түскен. Түсіндіру жұмыстарынан кейін жалған мәліметпен айналысқан ұйымдардың саны 2 еседен астам қысқарды. Сақтандыру демекші, скринингтен өту жасы ұлғайып, бір қатар сырқат түрінің тегін медициналық көмек тізіміне кіруінің арқасында келер жылы қосымша 1 миллионға жуық адам сақтандырылмақ. Дегенмен, табысы жетіп тұрса да, ақшасын аяйтындар арамызда жетерлік екен. Бүгінде мемлекет 11 миллионнан астам қазақстандықты, немесе жалпы халықтың 60%-ын құрайтын балалар, жүкті әйелдер, зейнеткерлер, студент, мүгедектігі бар адамдар, жұмыссыздар және басқа санаттарды да кіретін халықтың 15 жеңілдетілген санаты үшін сақтандыру жарналарын төлеп отыр. Сақтандырылмаған 2,4 миллион адамның 1,5 миллионға жуығы ұзақ мерзімді активтері мен жеткілікті табыстары бар халыққа тиесілі. Айтпақшы, зейнетақы жинақтарын тіс емдеуге жаратуға қатысты тыйым сол күйі қалады. Ал ондай құжатты жұрт талқысына салудың не қажеті болды дегенге келсек, оның құр ресми рәсім ғана екені айтылды. Сол секілді, пайдаланылмаған қаражатты дені сау азаматтардың өзіне қайтару туралы депутаттардың ұсынысы да министрлік тарапынан қолдау таппады.